Ал балалар, мен сендерге бір ертегі айтып берейін, мұқият тыңдаңдар, иә. Түлкі, тасбақа, кене жайлы екен мына ертегім. Ерте заманда түлкі, тасбақа, кене үшеуі бірге дос болады. Үшеуі жол жүріп келе жатса, алдыларынан бір уыс шашылып жатқан тарыны тауып алады. Сөйтіп олар бұл тарыны не істейміз дейді. Түлкі айтады, оны егіп одан да көп қылып бөліп алайық дейді. Сөйтіп сол бір уыс тарыны алып келе жатып, түлкі айтады, анау жарды мен ұстап тұрайын, жар құлап кетер, сендер тарыны еге беріңдер дейді. Тасбақа байғұс жерді тартып, тазалап, ал кене байғұс болса оны еге бастайды. Сөйтіп егіндері жайқалып шығады. Оны орып, екеуі әбден бейнетті көріп, екеуі орып, көлеңкеде жатқан түлкіні шақырады. Түлкі, кел, біз орып алдық, жинап алдық, бір аяқ тостақ болды дейді. Оны жүгіріп келіп түлкі көреді де, ой, мынау аз ғой, бұны үшке бөлсек бұл не болады? Одан да бұны біз үшеуміз бағымызды сынап көрейік. Кәне, анайға барып жарысайық, қай озғанымыз алайық дейді. Үшеуі бұған келісе кетеді. Сөйтіп үшеуі жүгіріп барып бір белгілі жерге барып қатар тұрады. Сөйтіп 1, 2, 3 деп үшеуі жарыса жөнеледі. Сол жүгіре бастаған кезде түлкінің аяғына кене жабысып алады. Сөйтіп жүгіріп, жалма-жан қатты жүгіріп барып, күшімен жүгіріп, түлкі жетіп орнына келіп тұра бергенде, «Ей, абайласаң қайтеді, мені басып кете жаздадың ғой» дейді. «Ей, кене, сен қай уақытта келгенсің» дейді. «Сен ал кеттік дегенде мен кеп қойғанмын» дейді. Сөйтіп екеусі дауласа бастаған кезде мұрнынан қаны ағып кеткен тасбақа әрең дегенде арттарына қуып жетіп, шаршап кеткен күйде жетіп келеді. «Ей, тасбақа, саған не болған?» дейді. Тасбақа айтады, «Мен жаңа анаяқтан сендер ал кеттік дей берген кезде бір жолаушыны көрдім» дейді. «Екі жолаушы» дейді. «Қолдарында» дейді, бүркіттері бар, қыран құстары бар дейді. Мылтығы бар дейді. «Сені мұнда түлкіні көрдің бе?» деп келатыр олар дейді. Содан түлкі қорқып кетеді де, «Не дедің?» дейді. «Мен білмеймін, көрген жоқпын» деп кетіп қалдым, бірақ олар осы жаққа менің артымнан келе жатқан дейді. Содан түлкі, «Онда сен екеуің мына тарыны бөліп алыңдар, теңдей қылып бөліп алыңдар. Мен қашып кетейін, мені көрдім деп айтпаңдар» дейді. Оған екеуі келіседі. Сөйтіп түлкі қашып кетеді. «Сендерге айтқан рахметім, мені көрмедім десеңдер, мен сендерге риза болар едім» деп, «Осы тары сендерге бұйырсын, мен сендерге риза боламын, мені көрмедім» деп айтыңдар дейді да, түлкі қашып кетеді. Кене мен тасбақа екеуі тарыны теңдей бөліп алады. Сөйтіп, мені қараңдаршы бала, түлкі өзінің айлакерлігіне басып еді, тасбақаның ақылдылығы бұл жерде басым болды. Тасбақа өз ақылдылығымен ол тарыны өз еңбегін теңдей бөліп алды. Міне ертегі, балалар, әділ болыңдар, таза жолмен жүріңдер, өтірік айтпаңдар. Көрдіңдер ме, міне, бейнеттің де наны тәтті екен. Екеуі бейнеттенді, бейнеттің рахатын көріп жатыр. Ал түлкі өз жәнімен қайғы болып қашып кетті. Міне балалар, ертегі.